Достар, дәл осыдан бір жыл бұрын Ордабасы ауданы әкімі Азат Оралбаев мырзаға мен өтініш айттым, ұсыныс айттым. Сол кезде осындай бір кішкене шағын ғана шалғайдағы ауылдарды дамыту керек. Сол ауылдың халқына жағдай жасау керек, балаларына жағдай жасау керек бірінші кезекте деп. Сол кезде Азат мырзаға біздің ауылға да осындай бір ойын алаңшасын соқып берсеңіз екен, сол ауылдың балаларына жақсы көңіл күймен балалық шағын жақсы өткізу үшін сондай ойын алаңша біздің ауылға соқып берсеңіз деп ұсыныс айтқан тұғым. Сол кезде Азат мырза болды Руслан, Құдай қаласа келесі жылы ауылдарына түсетін болады деп сөз берді. Міне арада бір жыл өтті. Дәл бір жыл уақыт болды. Сентябрь айында келіп еді. Міне Құдай қаласа сентябрь айында уже аяқталып жатыр тірлігі жұмысы. Астына қазір резинка төсеп жатыр. Сын айтсақ сынды көтереді, ұсыныс айтсақ ұсынысқа дұрыс көзқараспен қарап, осындай ұсыныстарымыздың арқасында, сол ұсыныстарымызға назар аударған арқасында осындай дүниелер ауылымызға түсіп жатыр. Жерде бір бала қуанса, көкте мың періште қуанады деп. Міне балалардың қуануына себепкер болып жатқаныңызға рахмет айтамын. Мен аса бір мақтап атқан жоқпын, басқа қылып атқан жоқпын. Мен мақтаймын да, сынаймын да. Дұрыс емес іс болса, оны да сынаймын. Айтамын. Осындай нәрсе істеп берді деп мен өмір бақи мақтап өтпеймін. Егер бұдан алдында бір кемшіліктер тұстар болып жатса, оны қоғамда сынаймыз. Ең бастысы сынды дұрыс қабылдай біліңіздер.